Каналыма қош келдіңіздер сұлуларым. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалынатын, миллиондарды тәнті еткен, бетті ағартып, дағына көмектесетін, бетті тартатын, әжімін кетіретін, жұмсартатын, керемет, бәріне ұнайтын маска жасайтын боламын. Бұл масканы бірнеше жыл алдын телевизияға шақырған кезде тікелей эфирде жасап көрсеткен болатын менің сүйікті маскаларымның бірі. Бізге қиярды осылай үкіштен өткізіп алу керек болады. Қиярдың бетке қаншалықты пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ол бетті жақсы ағартады, жұмсартады және де жасартады. Бізге екінші бөденен жұмыртқасы қажет болады. Бөденен жұмыртқасын таппасаңыздар, кәдімгі жұмыртқаның сарысын қосуға болады. Бірақ бөденен жұмыртқасы кәдімгі жұмыртқаға қарағанда 5-6 есе витаминдерге бай және де бетті жасартатын керемет амин қышқылдары бар ішінде. Ыдысымызға жұмыртқаны жақсылап осылай араластырып алып, оның үстіне біраз қасықтай үкіштен өткізілген қиярды қосамыз. Екеуін жақсылап араластырғаннан кейін үшінші қосатын затымыз бар, ол картоп крахмалы. Картоп крахмалы беттегі отекті алады, ағартады, жұмсартады, ол да әжімін жазады. Сондықтан картоп крахмалын алуға кеңес беремін. Кішкене бір шай қасықтайын аламыз. Біздегі маскамыз бетке жағуға ыңғайлы болуы керек. Сосын бетімізді жақсылап умывалкамен жуып, тоникпен сүртіп дайындап аламыз. Өйткені таза бетке жағылған маска жақсырақ әсер береді. Және де аллергияға тест беру бары ма жоқ па анықтап алу керек. Әркімнің беті әртүрлі болғаннан кейін немесе шынтаққа, білекке, мойынға кішкене маскадан жағамыз, ашу сезімі байқалмаса, демек бұл масканы сізге жаға беруге болады. Бетімізге бір жағамыз, кепкеннен кейін тағы бір жағамыз, кепкеннен кейін тағы бір жағамыз, 3 слой жаққаннан кейін 15-20 минут күтеміз. Сосын жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан нәрлендіретін крем жағып қойыңыздар. Бұны түнгі уақытта жасауға кеңес беремін. Бұл маскадан кейін ертеңіне көшеге шығатын болсаңыз, күннен қорғайтын SPF кремсіз шықпаңыздар. Аптада 1-2 рет жасауға болады.